Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздермен бірге темір тапшылықты анемия тақырыбын талқылайтын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жалпы анемияның бірнеше түрлері болады. Тек анемия деп темір тапшылықты анемиямен ғана шектелмейді. Оны бірі білсе, бірі білмейді. Ал енді темір тапшылықты анемия қан сарысуында және сүйек миында темір жетіспеуінен дамиды. Темір тапшылығы өз кезегінде екі түрлі бұзылысқа алып келеді. Біріншісі сидеропения болса, екіншісі анемия. Сидеропениялық белгілер анемиялық белгілерден бұрын байқалады және ерте байқалса да науқастар оны көп жағдайда елемейді. Жалпы темір организмге тағаммен бірге түседі. Мысалы, тәулігіне 20 мг темір түссе, оның 15-20% ғана қорытады. Осы қорытылған темірдің тәуліктік мөлшері 1 мг құрауы қажет. Темір тапшылықты анемияға алып келетін басты себептерге тоқталатын болсам, ең бірінші қан жоғалтатын жағдайлар. Екінші, темірдің сіңірілуінің бұзылысына әкелетін аурулар. Осы жерде айта кететінім, қою шайға құмарлықты қою қажет. Яғни шай құрамындағы танин темірдің сіңірілуіне кедергі жасайды. Үшінші, темірдің туа біткен тапшылығы. Төртінші, темірдің тамақпен аз түсуі. Белгілері қандай болады? Тері құрғауы, шаш түсуі, ерте ағаруы, тырнақ жұқаруы мен сынғыштығы, тырнақтардың қастық тәрізді ойылуы, сонымен қатар ауыз ішінің жарылуы да кездесуі мүмкін. Науқасқа қараған кезде көздің ақ қабығының көгілдірленуі байқалады. Бас ауруы, айналуы, ұйқышылдық пен шаршағыштық та осы сәтте қосылады. Сонымен қатар кейбір науқастарда иістің бұрмалануы мен дәм бұрмалануы кездеседі. Келесі жолы мен каналыма темір тапшылықты анемия кезінде жүргізілетін зерттеулер мен емі туралы видео шығаратын боламын. Алғаш болып көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал егер де өзіңізді қандай да бір медициналық сұрақ мазалайтын болса, онда комментарий бөлігіне жазып кетуіңізді сұранамын. Мен сізге қалай да жауап беруге тырысамын.